Сәлеметсіңдер ме, балалар? Мен номері 1 Алматы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтық колледжінің бастауыш білім беру мамандығының 4 курс студенті Жұмақан Құндыз Ержан қызымын. Балалар, бүгін бізге қонаққа кім келгенін білесіңдер ме? Иә, дұрыс айтасыңдар. Бұл атақты мультик кейіпкерлері Том және Джерри. Том мен Джерри бүгінгі біздің сабағымызға құр-қол келмепті. Олар өздерімен бірге сендерге тапсырма әзірлеп алып келіпті. Балалар, өзіміздің қандай ақылды екенімізді көрсетеміз бе? Ал ендеше сәттілік. Сабағымызды бастайық. Сабағымыздың тақырыбы жиындар логика элементтері бөлімінің пиктограмма тақырыбы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты деректерді жинау, кестелерді, пиктограммаларды күнделікті материалдың көмегімен жүйелеу, жасап бітіру. Ең алдымен психологиялық ахуал қалыптастырып алайық. Қане балалар, барлығымыз бірге оқиық. Қане біздер ойлайық, ойымызды жинайық. Қандай есеп болса да, шешпей оны қоймайық. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі күндеріңе сәттілік тілеймін. Балалар, пиктограмманың не екенін білесіңдер ме? Иә, пиктограмма дегеніміз затты белгілеу үшін қолданылатын сурет немесе таңба. Қанеки балалар, есімізде жақсы сақталу үшін тағы бір рет қайталайық. Пиктограмма дегеніміз затты белгілеу үшін қолданылатын сурет немесе таңба. Балалар, бүгінгі тақырыбымыздың алғашқы тапсырмасына да келіп жеттік. Бұл тапсырманы қонақтарымыздың бірі Джерри әзірледі. Өзіміздің қандай тапқыр екенімізді көрсетейік. Тапсырманы тыңдайық. Оқушылар сыныпта «Саған қандай жемістер ұнайды» атты тақырыпта сауалнама жүргізді. Сауалнаманың нәтижесінде неше оқушы алмұртты жақсы көретіні, неше оқушы апельсинді жақсы көретіні, неше оқушы алманы жақсы көретіні және неше оқушы бананды жақсы көретіні белгілі болды. Берілген суреттерге назар аудара отырып, алмұртты жақсы көретін оқушылардың санын анықтайық. Алмұртты жақсы көретін оқушылардың саны 1, 2, 3, 4. Демек, барлығы 4 оқушы алмұрт жемісін жақсы көреді екен. Енді апельсин жемісін жақсы көретін оқушылардың санын анықтайық. Қанеки балалар, барлығымыз бірге санайық. Апельсин жемісін жақсы көретін оқушылардың саны 1, 2, 3. Апельсин жемісін жақсы көретін оқушылардың жалпы саны 3 екен. Енді балалар, алма жемісін жақсы көретін оқушылардың санын анықтайық. Алма жемісін жақсы көретін оқушылардың саны 1, 2, 3, 4, 5, 6. Балалар, алма жемісін жақсы көретін оқушылардың жалпы саны неше екен? Дұрыс айтасыңдар. Барлығы 6 бала. Жарайсыңдар балалар. Джерридің тапсырмасын еш қиындықсыз орындап өттіңдер деп ойлаймын. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Балалар, бүгінгі біздің қонағымыз Том сендерге мынандай тапсырма беріпті. Сен зерттеушісің ойыны арқылы түстерді сана дейді. Балалар,
ойыншықтарыңның арасында неше қызыл түсті, неше көк түсті, неше жасыл түсті, неше қара түсті ойыншық бар екенін анықтап, алынған нәтижені үлгіде берілгендей көркем, сауатты дәптерімізге көшіріп жазамыз. Жарайсыңдар балалар. Тобымның берген алғашқы тапсырмасын дұрыс орындадыңдар деп үміттенемін. Ал келесі тапсырма мынадай. Мұқият тыңдаймыз. Сыныпта 20 оқушы бар. Ілияс оқушылар арасында сен қандай шырынды жақсы көресің? Деген сауалнама өткізді. Суретке қарап сұраққа жауап бер. Неше оқушы қызанақ шырынын жақсы көреді? Естеріңе сала кетейік, әр оқушы тек бір ғана шырын түрін жақсы көреді. Балалар, алма шырынын неше оқушы жақсы көретінін анықтап көрейік. Қане, барлығымыз бірге санайық. Алма шырынын жақсы көретін оқушылардың саны 1, 2, 3, 4, 5. Келесі. Апельсин шырынын жақсы көретін оқушылардың жалпы санын анықтайық. Бірге санайық. Апельсин шырынын жақсы көретін оқушылардың жалпы саны 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жарайсыңдар. Енді шие шырынын жақсы көретін оқушылардың санын анықтап көрейік. Қане, барлығымыз бірге санайық. Шие шырынын жақсы көретін оқушылардың жалпы саны 1, 2, 3, 4. Балалар, енді осы алынған мәліметтерге сүйене отырып, қызанақ шырынын жақсы көретін оқушылардың жалпы санын анықтаңдар. Жарайсыңдар балалар. Сендер бұл тапсырмадан да сүрінбей өттіңдер. Балалар, сабағымызды қорытындылау үшін мына сұрақтарға жауап беріп өтейік. Есімізге түсірейікші балалар. Пиктограмма деген не? Дұрыс айтасыңдар балалар. Пиктограмма дегеніміз затты белгілеу үшін қолданылатын сурет немесе таңба. Келесі сұрақ. Балалар, кез келген заттан пиктограмма жасай аламыз ба? Иә, балалар. Мен сендердің жауаптарыңмен толықтай келісемін. Балалар, сендерге бүгінгі сабақ ұнады ма? Бүгінгі өздеріңнің алған әсерлеріңмен және ойларыңмен бөлісу үшін WhatsApp мессенджеріне мынандай смайликтерді жібере аласыңдар. Егер сендерге сабақ қызық әрі оңай болса, күн сәулесін жібереміз. Ал егер де сабақта қиындықтар туындаған болса, онда күннің көзін жапқан бұлттың бейнесін жібереміз. Егер де сабақта барлық тапсырма қиындық тудырса, онда жауынды бұлттың суретін жібереміз. Балалар, бүгінгі сабақта менімен бірге болғандарыңа үлкен рахмет. Келесі кездескенше.